Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге осылай гүлдей құлпырып ашылып тұрған раушан мантыларды дайындап көрсететін боламын. Кез келген адамның жүректерін жаулап алатыны өте керемет тамақ. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Ал ендеше бисмиллах деп жұмысымызды бастайық. Бір қызылшаны алып осылай күштен өткізіп алатын боламыз. Күштен де өткізіп болдым. Ендеше осы қызылшаның үстіне кішкене су құямын, сосын шырынын ажыратып аламын. Бір жұмыртқа, бір ас қасық тұз және қажетінше ұн салып қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз да дайын. Бір шетке қойып, енді начинкасын дайындауға кірісемін. Начинкасына пияз, картоп және фарш қолдандым. Қанша ингредиенттер кеткен описаниеге жазып кететін боламын. Пиязды да, картопты да өте майдалап, ұсақтап турап аламыз. Тұз және дәмдеуіштерді қалауымыз бойынша қоса беруімізге болады. Начинканы да дайындап болдым. Мінекей ендеше қамыр жаюға кірісемін. Қамыр жаюды бастамай бұрын ұн сеуіп осылай шұдырығымда басып үлкейтіп алатын боламын. Қамырдың тегіс жайылуына көмектеседі. Қамыр жаюды жаңадан үйреніп келе жатқан қыз-келіншектерімізге пайдалы ақпарат болар деп айтып жатырмын. Егер қамыр қиятын формаңыз болмаса, осылай кез келген банканың қақпағын аламыз да осылай басып дөңгелек формамызды шығарып алатын боламыз. Лайфхак қыздар. Ауысып қалған қамырдан тағы бір тамақ дайындайтын боламыз. Мінекей мантыларымызды дайындап алдым. Енді астын осылай майлап, газдың астын қатты қойып 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Достар, мінекей раушан мантыларымыз да дайын. Өте әдемі болып шықты. Рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым сіздерге ұнаса, пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Енді ауысып қалған қамырымыздан тағы да бір тамақ дайындайтын боламыз.